Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің номері 9 лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастауыш сынып мұғалімі Әділбекова Айниса Мессаровна. Математика 3 сынып 3 тоқсан 111 сабақ. Тақырып жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Сабақ мақсатына сай оқу мақсаты: 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Сен жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. Бағалау критерийлері: 2-3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу мүмкіндігі. Көбейту және бөлу тапсырмаларында есептеуді орындайды. Оқулықтағы 67-ші беттегі бірінші тапсырма: қалдықпен бөлуді орында. Барлық қалдықтардың көбейтіндісін тап. Сонда сен Галилео Галилей не ойлап тапқанын білесің. 26 бөлу 3, 38 бөлу 5, 28 бөлу 6. бөлу 3 тең 8, 2 қалдық. 38 бөлу 5 тең 7, 3 қалдық. 28 бөлу 6, 4 қалдық. Қалдықтарды көбейтемін. 2 көбейту 3 көбейту 4. 2 көбейту 3, 6, 6 көбейту 4 тең 24. Галилео Галилей телескоп ойлап тапқан. Галилео Галилей итальян философы, математик, физик, механик және астроном. Табиғаттану ғылымдарының негізін салушы, өз заманындағы ғылымға өте қатты әсер еткен. Ол ұлы ғалым болуымен бірге музыкант, суретші, ақын, әдебиетші де болған. Ол Италияның Пиза қаласында 1564 жылдың 15 ақпанында кедейленген ақсүйек отбасында туған. Галилей 1664 жылы ең мықты телескопты ойлап тапқан. Ол затты 600 есе жақын көрсеткен. Трубасының ұзындығы 98 метрге жеткен. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма: қалдықпен бөлудің қалай орындалғандығына қара. 467 бөлу 4. Жазамын. Бөлінгіш 467, бөлгіш 4. Бірінші толымсыз бөлінгіш 400-дік. Бөліндіде 3 цифр, жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін. 4 бөлу 4 тең 1. Бөліндіге 1 санын жазамын. Ондықтарды бөлемін. 6 бөлу 4 тең 1. Бөліндіге 1 санын жазамын. Қанша ондық бөлініп, тағы қанша қалғандығын тексеремін. 6 азайту 4 тең 2. 2 ондық қалды. 2 кіші 4-тен. Бірлікті қасына түсіремін. Бірліктерді бөлемін. 27 бөлу 4 тең 6, 3 қалдық. Бөліндіге 6 санын жазамын. Жауабы 116, 3 қалдық. Келесі 281 бөлу 2. Жазамын. Бөлінгіш 281, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 200-дік. Бөліндіде 3 цифр. Жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін. 2 бөлу 2 тең 1. Бөліндіге 1 санын жазамын. Ондықтарды бөлемін. 8 бөлу 2 тең 4. Бөліндіге 4 санын жазамын. Бірліктерді бөлемін. 1 саны 2 санынан кіші болғандықтан, онда 2-ден 0 рет кездеседі. Қанша бірлік бөлінгенін тексеремін. 1 азайту 0 тең 1 қалдық. Бөліндіге 0-ді жазамын. Жауабы 141 қалдық. Оқулықтағы 68-ші беттегі номер 3-ші тапсырма: қалдықпен бөлуді орында және тексер. 564 бөлу 5, 937 бөлу 3, 638 бөлу 3, 467 бөлу 2, 478 бөлу 4, 583 бөлу 4. Жарайсыздар.
564 бөлу 5 тең 112, 4 қалдық. Тексеремін. 112 көбейту 5 қосу 4. 112 көбейту 5, 560 қосу 4, 564. 937 бөлу 3 тең 312, 1 қалдық. Тексеремін. 312 көбейту 3 қосу 1. 312 көбейту 3, 936 қосу 1, тең 937. 638 бөлу 3 тең 212, 2 қалдық. Тексеремін. 212 көбейту 3 қосу 2. 212 көбейту 3, 636 қосу 2, 638. 467 бөлу 2 тең 233, 1 қалдық. Тексеремін. 233 көбейту 2 қосу 1. 233 көбейту 2, 466 қосу 1, тең 467. 478 бөлу 4 тең 119, 2 қалдық. Тексеремін. 119 көбейту 4 қосу 2. 119 көбейту 4, 476 қосу 2, тең 478. 583 бөлу 4 тең 145, 3 қалдық. Тексеремін. 145 көбейту 4 қосу 3. 145 көбейту 4, 580 қосу 3, тең 583.